Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қазіргі таңда хит болып жатқан қожелі манты әзірлейміз. Бұл мантымыздың ерекшелігі, қамырымыз өте жұқа болады, әрі мантымыздың көлемі үлкен, салмамыз аз салынады. Мантымыздың дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен қожелі мантымызды бастау үшін қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, суымызды құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Міндетті түрде електен өткіземіз ұнымызды. Қасығымызбен жақсылап араластырамыз. Қожелі мантымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Үйдегі адам санына қарай жасай бересіздер. Осылай ұнымызды қоса отыра, қолымызбен қамырымызды бір келкі қылып илеп аламыз. Артық ұн, су қоспаймыз. Осылай бір келкі әдемі қамыр шығады. Жақсылап иінін қандырып қамырымыздың. Осылай бір келкі қылып илеп алдық. Енді пакетімізге салып, демалдыруға қойып қоямыз қамырымызды. Қамырымызды бөлек қойып, салмамызды дайындаймыз. Пиязымызды төрт-бүріштетіп майдалап турап аламыз. 2 дана пияз пайдаландым. Осы пияздардың барлығын турап алдым. Енді ыдысымызға турап алған пиязымызды қосамыз. Пиязымыздың үстінен тартылған ет фаршымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды қосамыз. Жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз салмамызды. Осылай араластырып алдым. Енді салмамыз дайын. Бөлек қойып, илеп алған қамырымызды пакетімізден шығарып, ұн сүйе отыра жақсылап иінін қандырып, 2 бөлікке бөлеміз. Осы рецептпен 2 зуала қамыр шығады. Қамырымызды дөңгелектеп, жақсылап иінін қандырып, бір қамырымызды пакетімізге салып қоямыз. Екінші қамырымызды алып, ұн сүйе отыра, жұқа қылып, бір келкі қылып жайып аламыз. Осылай қамырларымызды 2 шетін баса отыра, қатты күш салмай жайып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписаться бөлімін басып, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды бірінші болып көре алатын боласыздар. Осылай қамырымызды бір келкі қылып жайып дайындап алдық. Қамырымызды осы жайылған күйінде кесеміз. Осылай төрт-бүріштетіп, мантымыздың көлемі үлкен болады, сол үшін қамырымызды үлкен-үлкен қылып кесеміз. Осы қамырларымыз кесіп алдық. Енді дайындап алған салмамызды бір ас қасықтан қамырларымызға салып шығамыз. Осылай салып, жайып барып, қасығымызбен жайып аламыз. Үстінен басып отырып салмамызды. Осылай барлық қамырларымызға салмаларымызды салып аламыз. Енді мантыларымызды түйіп шығамыз. Конверт сияқты осылай 4 шетін жинап, 2 шетінен тағы да қысып шығамыз. Осылай мантыге түйгендей қылып, осылай барлық мантыларымызды түйіп дайындап аламыз. Осылай барлығын түйіп дайындап алдым. Енді мантаваркамыздың листін алып, астын жақсылап майлаймыз. Осылай жақсылап майлап алып, енді манталарымыз үлкен болғандықтан осылай бірінің үстіне бірін қойып, листімізге орналастырамыз. Мүлдем жабыспайды. Осылай листімізге манталарымыздың барлығын орналастырып, дайындап алдық. Енді мантымыз әдемі болғанын қалап, мен жылтырап тұрғанын қалап, бетінен де майлап шықтым.
Осылай 45 минутта манты барқымызды пісіріп аламыз. Енді подливін дайындап аламыз соусын. Сковородкамызды алып, сұйық майымызды құйып, қыздырып майымызды, пиязымызды салып, жақсылап, пиязымызды сәл қуырып аламыз. Осылай пиязымды сәл қуырып алдым. Енді жазда қатырлығы болгарскийімізді, сладкий перецімізді қосып, жақсылап бәркелкі қылып қуырып аламыз. Тұзымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен сәл ғана су құямыз, көп құймаңыздар. Осылай 5 минут бетін жауып, қайнатуға қойып қоямыз. Мантымыз пісіп шықты, өте әдемі болады. Дайындап алған подлив соусымызды құямыз. Өте дәмді болып шығады. Осылай соусымызды құйып, дастарханға ұсынамыз. Осымен керемет хожелы мантымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.